Мен бұл сұхбатты сізбен жастар арнасынан жазып жатырмын. Жалпы айтыңызшы, осы кино индустриясында маркетинг мәселесі қандай деңгейде, және де сіз оған қаншалықты көңіл бөлесіз? Қазір маркетингті қарқынды дамытып жатқан жастар қауымы. Мен білетін азаматтардың өзі 17-18 жасынан өзге мемлекеттердің блогерларына қарап, оларды зерттей келе өз елімізде осы саланы тереңнен қамтып, бір-бірін тартып, актуалды дүниелерді көрсетіп, халыққа жақсы жағынан ақпаратты тарату арқылы киноға да өз әсерінің мықты екен тұстарын көрсетуде. Сондықтан ойлаймын, негізі кез келген дүние халықты шақыру үшін де ақпаратты кеңінен тарқату керек. Өйткені қазір басым көпшілігі теледидардан көңілдері Инстаграм желісі бар, ТикТок желісі бар, YouTube арнасында көбірек отырады. Баршасының қолында телефон бар, яғни әрдайым қолжетімді жерде, былайша айтқанда. Сіз қаншалықты қатты көңіл бөлесіз осы? Мен үшін бұл өте маңызды. Өте маңызды. Өйткені халық мені өзімді қанша психология саласына келгенімде де маған дейін мықты тұлғалар бар, мықты психологтар бар. Бірақ олар ТикТокта жоқ, Инстаграмда жоқ, ешкім танымайды, былайша айтқанда. Кабинетте және Инстаграм сізге жүргізу керек, мынандай біліммен сіз бөлісуіңіз керек десем, ол маған қызық емес дейді, көзбояушылық деген секілді дүниені айтады. Ок, хорошо. Бірақ дей тұрғанмен менің де Нұргүл Даубаева мықты психолог деп қалыптасуыма негіз болып құралым болған бұл Инстаграм. Инстаграмдағы тікелей эфирларым. Мен тіпті ТикТок желісінде Нұрлан Имам өзін көбірек сол жақта шығып жүрген айтын. Нұреке, сізге Инстаграмға шығу керек. Инстаграмда басқа аудиториялар отырады. Сөйтіп бірге тікелей эфирға бірнеше мәрте карантин кезінде шықты, ол кісі қолға алып, күнделікті шығып, қазір қандай деңгей, мысалы, өзінің білімімен еркін кеңінен аудитория бөлісіп отыр. Сондықтан да сондай мықты тұлғалардың қалыптасуына себепші болып жатырған қазіргі таңдағы заманның барысына сәйкес осы ТикТок болсын, басқа интернет желілеріне маркетинг бағытында адамның қалыптасуына, репутациясына мықты әсер ететіні сөзсіз. Ал жалпы осы киноиндустрияда біздің қазақ ұлтымыздың болмысы, құндылықтарымыз қаншалықты дәріптеліп жүр деп ойлайсыз? Немесе сіздің киноларыңызда сондай сәттер бар ма? Енді қараңызшы, менің көкірегімде сайрап тұрған, менің әкем тарихшы. Менің арманымдағы дүние бұл тарихи киноларды түсіру. Бірақ та көрпеге қарап көсілу де маңыздырақ мен үшін. Өйткені сіз тарихи киноны түсіргіңіз келгенмен бюджеттің сен жетпей тұрса, ондайды сен дүниені жасата алмайсың, сапа жоғалтып аласың. Сондықтан да мүмкін мен әзірше адамның сұранысына ие дүниені жасаймын. Мысалы, менің сатып отырған айраным сұранысқа ие болмаса, ол ашып кетеді, ол бұзылып кетеді. Бұл жердің адамдар тек кока-кола немесе тек қана сүт, кокосовое молокоға запрос болып тұрса, мен соны ғана алып барамын да. Сондықтан да мен қазір қоғамның сұрауына орай дүниені жасауға, былайша айтқанда кей сәттерде мәжбүрмін. Өйткені өзім әріптестерім бар, мықты дүниені жасады, қаражатты салды, бірақ өзінен сол дүние маңызды. Мүмкін кейбір адамдар мен киноның сапасына жұмыс жасаймын, бірақ қаражат таппасам да бәрібір дейтін шығар. Бірақ менің жағдайымда мен енді 3-ақ қадам жасаған продюсермін. Түсініп жатсыз ба? Менің репутацияма мүмкін қазір қаржының да қажеттілігі бар. Ол бірден келіп, мысалы, адам Мәскеудің де қамалдарын көтерген жоқ қой. Кез келген жағдайда тәжірибе қажет, қателіктерінде болады. Мына фильмде де сөзсіз қателіктерім болды. Сеніп қалған сәттерімнен таяқ жеген кезеңдерім болды. Ендігі дүниемде мүмкін басқаша қадамдар жасаймын деген секілді. Сондықтан айтар едім, бір адамнан бірден неге сен мынандай дүние жасамайсың деген секілді сұрақтар көп келіп жатады. Менің қалауым бар, бірақ мүмкіншілігім де бар да. Түсінікті. Сонда жоспарыңызда бар ма, неге жалпы былай ойлап қоясыз ба? Келесі туындым бұйыртса командамен жасалынып жатқан. Ол комедиядан мүлдем бөлек, фэнтези жанрында драма, тәрбиелеу бағытында жасалынатын дүние. Атауы әзірше тәубе деп қойылған. Күзде жарыққа шығу керек. Соған үлкен жұмыс жасап жатыр. Команда, жалпы ұстаздардан дәріс алып, әдеби жағынан да кеңінен азаматшалар қосылып, сценарийда сөздердің саптауына аса мән беріп, осындай бір мүмкін қаржы жинамайтын проект болуы мүмкін. Бірақ менің байқағанымдай, сонымен қатар кино көрермендерінде талғамы өсіп келеді.
ұнамайтын дүние болмаса, әзіл арзан күлкіге маркетинг болмаса, кинолар да бармай қалды. Сапасы жағынан нашарлау, бірақ маркетингі мықты киноларда күшті қаражат жинағандары болды. Сондықтан сапа да маңызды, маркетинг та маңызды. Бірін екеуін бөлек елестету мүмкін емес. Бұлар тығыз байланысты деп айтар едім. Рахмет. Енді сіз өзіңіз психолог болғаннан кейін сұрамасқа болмас. Алыс жақын шетелдерде өзіміз көршілеріміз десек те болады, Ресейде және біздің Өзбекстанда көбіне жалған коучтарға, психологтарға байланысты рейд жүріп жатыр десек те болады. Бұл Қазақстанда болуы мүмкін бе, әлде бізге керек пе, керек емес пе, қалай ойлайсыз? Сіз байқадыңыз ба бір нәрсені? Ресейде болған дүние бізге көп айналмай бізге келді. Бірден келеді. Иә, бірден келеді, былайша айтқанда. Бұл кәдімгі міндетті түрде ел кезектен өткізілген дүние секілді ғой. Маржаның төбесінде қалады да, бұл болу қажет. Кез келген адам мынандай дүниені ұғыну керек. Иә, сен білім аласың, бірақ біреуге кесірің тимеу керек та. Мысалы, қазір мен өзім басымнан өткен бір жағдайды айтайыншы. Клиенттер келеді, басқа психологта болады. Ол психологтар осы салада, травматерапия саласында білім алмағандықтан көптеген дүниені өткіздіріп алу мүмкін. Ең қиыны адамның ішкі күйіндегі рухани бір тығырыққа тірелген кезде, депрессия деп айтамыз, бір тұңғиыққа батып кеткен кезде маманға барып қолдау таба алмаса, өкініштісі өзгеден көмек ала алмай қалады. Осындай дүниелердің салдарынан қазір адамдардың да көптеген зиянкестікті Инстаграм желісінен де көріп жатқан шығарсыздар, иә? Балалардың қатыгездігі, анасының жасаған іс-әрекеті балаға сөзсіз әсер етіп, ол өзгелерге зорлық, зомбылық көрсетіп жатады. Сондықтан да сапа міндетті түрде қалтаң тәртіп арқылы енгізеді. Қазір мысалы біздер жабық премьер өткізілгелі жатырмыз. Оған дейін еркін кіріп шығып жүрген осындай тәртіпті қадағаламаған салдарынан шақырылған қонақтар сыртта қалып кетіп, көшеден бір былайша айтқанда өзіне наглостьті рұқсат берген адамдар орынға ие болып, ұят болып жатқан, репутациясы нұқсан келіп жатқан жайттер болып жатыр. Мысалы, сондықтан ертең біздер бірінші болып тізім құрап, тізім арқылы тексеру браслеттерін тағып, адамдар сөйтіп кіргізуге мәжбүрмін. Неге? Өйткені ертең ағыл-тегіл адамдар келіп, мысалы, өзге қонақтар сыртта қалып кетеді. Сен шақырылған қонақтарың дәлізде қалып кету қаупі бар. Белгілі бір 300 адам орындық беріледі, 600 адам кіріп кетеді. Босағада отырып қалып жатады. Ол деген тіпті мен оны шараны қадағаламасам қауіпті ғой. Өрт шықса да, басқа қылса да, түсініп жатсыз ба? Сондықтан да өсу үшін, өну үшін, міндетті түрде сапа болу үшін бізді осындай әбестік жағдайлардан тексеріп, қадағалап отыру ол өте маңызды. Және білімі де болған маңызды, дипломы. Өйткені психолог дипломсыз болу мүмкін. Иә, қазір қоғамда өте көп. Одан кейін дипломы бар психологтың өзі жеке терапиялық сағаттары болмаса, оның өзі жарақатталынады, түсініп жатсыз ба? Өйткені менің алдыма келіп отырған клиенттің басынан өтіп жатқан қасірет менде болып жатырса, анау өзі зар қақсап отырған кезде, былайша айтқанда операцияда кесіп жіберді, қан ағып жатыр дейікші. Мен мына жерде өзімнің күйіме, өзімнің ішкі сезімдеріме арпалысып жатқанда анаған көмек көрсете алмаймын. Сондықтан да міндетті түрде психологқа психолог керек деп әзілдеп жатады. Бірақ әрбір психологтың өзінің кәдімгі маманы болу керек. Гештальт әдісіне барып, қарым-қатынастың экологичным образом деп айтамыз, осылай таза жолмен тәмамдау қажет. Өйткені мен де тірі адаммын, менің де сезімім көтеріліп жатыр. Мен де Камбоджаға барғанда бір қиындықпен тап болдым делік. Ал ол сезімге назар бөлмесем, бұл мына менің ішкі құтымда сақталына беретін болады. Бір күні бұл шөлмектің аузы толады. Ол толғанда жақсы, егер адам алып, осыны өзгеге бетіп күйесін жақпаса, енелер бар, келіндерін тырмап, қасып, семьяның ортасына түсіп, ажыраттырып жіберіп жатқан. Өйткені көп енелер келіннің бойынан өзінің тұсын қабылдамаған дүниені көріп, ана қыздың бетін жұлып жатады. Келіндер бар, шешесінің жақтыртпаған қасиеттерін енеден көріп жататын. Өйткені Алла тағалам өте әділ, оның тарасы ешқашан қателескен емес. Сондықтан да сапалы психолог болу үшін оның міндетті түрде өз жеке терапиясы болу қажет. Рахмет көп сізге, көргендеріңізге не айтасыз? Енді сіздердің жасап жатқан дүниелеріңіздің басты өзінің қолдаушыларын тапсын дегім келеді. Міндетті түрде қоғам қарқынды даму үшін бұл жерде медицина, білім саласы және заңы өте әділетті,
сапалы болу қажет. Ал бірден бір қоғам мен мемлекетті, атқа мінерлерді байланыстырып отыратын бұл журналистер. Сондықтан да сіздерге мен әділ болуды, шынайы болуға тілекшімін. Ал оқырмандарымызға келетін болсақ, елімізде жағымды жаңалықтар көп бола берсін. Осындай көңіліңіздің құрышын қандыратын ақпараттар желісінен көптеген өзіңіздің қажеттіліктеріңізді алып, өміріңізге салтанатты жайттар көбейе берсін дегім келеді. Рахмет көп.